Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі видеом гүлді жақсы көретін көрермендеріме арналады. Бұл видеода менің көктемнен бастап осы күзге дейін гүлдеген георгиндерім. Бұл георгиндер капризный емес, биіктігі 50-60 сантиметр, ені 1 метрге дейін барады. Өте әдемі, тоқтаусыз гүлдейтін гүл. Өзіме ұнағандықтан көктемде тағы да егейін деп бұйырса осы тамырлатып қойған едім. Менде 10 түрлі түсі бар. Өзіне паутинный клеш өте әуес болады. Үйде ұстағанда осылай 10 күн сайын улап отыру керек. Ал жазда улап керегі жоқ. Өте әдемі гүл. Бұны мына стаканчиктерге қазір жеке отырғызатын боламын. 2 күн бұрын менде 10 түрлі түсі бар дедім ғой. Соның мынау қызыл түсі 2 күн бұрын еккен болатынмын. Алып тұр әйбет. Енді қазір осыларды бөлетін болам. Сосын бегонияны да жақсы көремін өзім. Мына сорты менде жоқ болған. Осыны егіп көрейін деп алған едім. Міне ішінде 5 штук. Бұның 2 штугын уже егіп қойғам. Өте әдемі. 2 штугын егіп қойғам таблеткаға, торфяной таблеткаға міне 1 апта бұрын. Кішкене көтеріліп келе жатыр. Тепличкада тұр бұл. Сосын петуния алғам. Мына петуния да менде жоқ. Осыны да көрейін деп өте әдемі түс болғаннан кейін осыны да көрейін деп алдым. Бұның да ішінде 5 штук. Георгин жайлы білетін болсаңыздар, комментарияға жаза отырыңыздар. Сіздерге салып отыратын болам. Сау болыңыздар. Рахмет.